Барлықтарыңызға сәлем, бұл кезекті влог. Бүгін біз Ривьера паркта өтетін пикник патиға барамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Екі сіңлімізге осындай киндер сюрприз алып келдім. Ханшайымдарға. Қайда барамыз, достар? Қане не шықты? Қай банағыда андай не қылып көрсетің? Блогерлер сияқты қылып көрсетің? Анпакинг-чек деп. Ой, какой лего. А, да? Не такой. Типа так. Ну, задумка такая себе. Күшті. Жинейсіңдер дейсің, коллекция жинейсіңдер. Рахмет. Ас болсын. Қалай, настроенияларың қалай? Хорошо. Концертке барамыз ба? Кеттік. Сәлем, достар. Біз пикник болатын жерге жақындап қалдық. Жолдың барлығын жауып тастаған екен, ар жақтағы машинаны тоқтатып тұр. Жазды шығарып салуға табиғаттағы көңілді пикник тамаша себеп болды. Паркке келген бетте жаттарымызды жайғастырып, ыстық палаудан дәм таттық. Дәмді тамақ жесе билеп кететін мен ғанамы, әлде сіздерде де солай ма? Қарным тойған соң айналама көз салдым. Әр жерде күліп жүрген адамдар, ойнап жүрген балдар, әдемі әуен. Ал мен күйеуімнің құшағында отырып, осы сәттің нағыз бақыт екенін ұқтым. Ал мына кадрда қыздар сурет салып көңіл көтеріп отыр. Әр 5 минут сайын бірі бастаған суретті екіншісі жалғап өзінің қиялыменен толықтырып отырды. Әуелі қағаз бетінде балық тұрған сияқты еді, екіншісінің қиялыменен медуза қосылып, су асты әлемі шыға келді. Қыздарды түсіріп отырсам, артындағы жастар әдемі билеп жатыр екен. Бірінің энергиясы екіншісіне өтіп, биді әкетіп жатыр. Жай ғана қарап отырмайын деп, мен де орнымнан тұрып билеп кеттім. Көңіл күйімізді көтеріп, әдемі естеліктер сыйлаған бұл күн жаздың ең әдемі, тәтті нүктесі болып қалды. Бүгін біз Жашыбайлардың үйінде қонақтамыз. Көрші болдық, соны атап өтіп жатырмыз. Бір жағынан мұнайшылар күні деп Асылжан бізді қонаққа шақырды. Түнгі сағат 2-де. Көрші олар қандай жақсы. Шай қойшы деп шай ішіп отырмыз. Рахмет көп шақырғандарыңызға. Қазір біздер күшті ойын ойнағалы жатырмыз. Біздермен бірге болыңыздар. Қыздардың инициативасы мен жігіттердің қолдауыменен біздер қазір түрлі түсті заттармен челлендж орындаймыз дейсің ме? 5 түрлі түс таңдадық, сол 5 түрлі түске тамақ алып келдік. Енді қазір соны ортаға салып, әдемі шай ішеміз. Бірінші қай түстен бастаймыз? Фиолетовый? Фиолетовый. Да, розовый, фиолетовый где-то. Я розовый. Розовый, да? Я розовый. Екі, үш. Біз необычный зат алып отырмыз. Где? Күшті. Один горький. Железін ба? Жоқ. Көп давай. Давай. Екі, үш. Честно, біз білмейміз ба? Со вкусом курт деп тұр. Оранжевый. Бір, екі, үш. кездесіп қалған кез ғой анау. Қандай цвет? Бордовый, жасыл. Бордовый? А қызыл, да? Жасыл давайте. Бір, екі, үш. Виноград.
Апельсин. Айтып телефон айтып. Печенье сапасы апельсин. Шоколад Здесь виноград. Полезный рюкзак ішіндегі. Самый қиын болған цвет болды. Сосын асып алдық та, осыны алып салайықшы құрсын деді. 1, 2, 3. Екі шоқ, норды. Да, вишняный. Бұл самый банальный зат болды, красный. Сөйтіп ала салған деймін. Күшті бала, күшті. Желді күшті. Шайға күшті заттар. Шайға алып саттыр алдастайсыз. Шайға келіңіздер. Қымбатын шай ішеміз. Қызыл шай ішіп дейсің. Или қара шай. Асылдардың тілімен дейсің. Иә, қара шай дейсің. Рахмет. Бізден көрген олдарыңызға лайк басып, комментарий жазып, бізді қолдап қойыңыздар.